Тас қала немесе тас лақтыру, қала құлату деп аталады. Қазақтың ұлттық дәстүрлерінің ойындарының бірі. Бұл ойынның әсіресе ауылдың жерлеріне балалар мен жасөспірімдердің арасында кең таралған. Міне тас қала ойынның шарттары. Ойынның мақсаты қатар-қатар қойылған тастарды немесе қаланы белгіленген қашықтары тас лақтырып құлату. Баланың бірінші болып толық құлатқан ойыншыны жеңеді. Қала тұрғызу ойынның бастарының алдында бірнеше тастан мұнара қала тұрғызылады. Әдетте 5-7 тас бірігін үстіне бір-біріне қойылады. Қашықтың белгіленген тастарды 3-4 метр қашық созылған осы жерден ойыншылар тас лақтырады. Кезекпен әр лақтыру ойыншы белгіленген қызықтың қалаға қарай тас лақтырады. Мақсаты тастарын құлату. Құлатқан соң егер ойыншыны қаланың толық құлатса, ол келесі кезеңде өтеді немесе ұпай алады. Жеңіс шарты қаланың бірнеше немесе көп мәрте толық құлатқан ойыншының жеңімпаз